Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Биыл осы саяси қуғын-сүргінге 86 жыл толады. Бүгін бізде қонақта Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, ақын, памет қоғамдық қорының төрағасы Сағындық Болат аға. Ағамыздың есімі өңір жұртшылығына өте жақсы таныс. Еңбек ардагерінің зұлмат жылдары зобалаң көрген саяси қуғын-сүргін құрбандары есімдерінің ұмытылмай, халық жадында жаңғыруға сіңірген еңбегі аз емес. Қартайса да қайраты қайтпаған, тұғырынан таймаған ағамызбен сұхбатымызды бастайық. Болат аға, сіздің балалық шағыңыз ел басына нәубет келіп, халықтың күлкісінен гөрі күрсіну көп болған заманда өтті ғой. Халық жауының баласы ретінде көрген қиындығыңыз аз болмаған шығар. Иә, мен әкемнен 1 жасымда қалдым. Әкемді 37 жылы халық жауы ретінде алып кетті дағы. Черный борын дейді ғой. Апарып Петропавлда түрмеге тығып, содан сотталды. Біз білмейміз ештеңе. Мен 1 жастағы бала, шешем 37 жасында 7 жетімменен жесір қалды. 7 жетім болғанда ішінен туған жалғыз мен 1 жасар. Өңгөсі әкемнің бұрынғы жолдастарынан қайтыс болған. Солардан қалған 2 жігіт. Содан кейін шешемнің інісі халық жауы болып сотталып кеткен. Соның қызы біздің қолда болды, өзі алып келіп. Содан кейін шешемнің бұрынғы қайтқан күйеуінің шешесі жалғыз қалған, соны қалтырмай өзіне алып келген. Сосын әкемнің ағасынан 2 бала жетім қалған. Бірі қыз бала, бірі ұл бала. Сонда 7 жетімменен 37-дегі шешем жалғыз қалады. Бірақ еңбек етеді, күндіз түні деуге болады, 3 мезгіл жұмыста болды. Сөйтіп, күнкөріс дейміз ғой, қайбір күнкөріс болады, жай аты ғой. Әйтеуір көрмегенді көріп, өмір сүрдік. Мен енді жетімдікті 1 жасым, 2 жасым, 3 жасымда білгем жоқ. Ертең келе есімде үйде қара нан, соны бірде жемеймін, ақ нан бер деп жылап шешемнің мазасын алып отырғаным есімде. Өмір бойы қолын тигізбеген шешем әбден назаланып, шыдамы бітіп, мені 2 қолымнан ұстады дағы аузыға шығарып тастады. От жағылмайтын салқын жер. Сол есімде өмір бойы шешемнің маған қол тигізген деуге болады. Онда да күйінгөсін, шыдамы біткесін істегені. Сондай ауыр хал болды. Нан деген жоқ, қарамақ деген болады ол кезде. Қарамақ деген соны нанғы пісіреді, тартып, ол тамақты қырған уақытта сондай қиын. Соны енді жұтасың. Сосын жемейтінді жедік, енді не керек, бәрін айта беріп. Шешем 3 жұмыстасы болды.
Енді сізге ескі ауылда қиын ғой, енді онда жас болып складтарды, ашыққан кезде болды. колхоздағы складтарды күзетеді. Сосын түнгі кашар дейді, қойдың қорасын күзетеді. Сосын күндіз еще тағы да жұмыс істейді колхозға. Сол үш мезгіл жұмыс, енді соның ретін табады. Түнгі күзетке, қойдың күзетіне сол ана апам ғой енді, нағашы апам менен 3-4 жас үлкен. Сол екеуміз барып, қойдың қорасының төбесінде жатамыз. Әйт, әйт деп дыбыс беріп қоямыз. Өзімізше күзетте жатамыз. Шешем ол кезде қамбар күзетеді складтарды. Сол енді екі жұмыс істейтін сені біреуін біз атқарамыз баяғы. Аты өзінікі болса дағы. Сондай жұмыс болды. Енді біз жидектереміз. Жидектергенде жеу үшін емес. Сол жидекті таңертең сол Шұпар апай екеуміз жанымызда Новомихайловка деген орыс селосы бар. Сонда жексенбі күні базар болады. Соған апарамыз. Екі кішкентай шелекті көтеріп, апарып сатамыз. Ақша табамыз. Сосын сол тапқан ақшамызға онда бір асхана бар. Соған кіріп, қара шайменен бір кесек нан алып жейміз. Жүрек жалғаймыз. Міне сондай жұмыстарды атқарып, күнкөріс болды. Жақсы. Енді қазақ халқы үшін 20-шы ғасырдың басында орын алған ашаршылық, нәубет, саяси қуғын-сүргін талайды сарсаңға салып қасірет шекті демес пе? Сіздің әкеңіз сияқты қаншама жазушы жан қасіретті жылдардың құрбанына айналды. Оларды жас ұрпақ ұмытпауы тиіс. Енді память қоғамдық қорын құрудағы басты мақсатыңыз осыдан туындаған шығар деп ойлаймын. Бұл 2003 жылы мен мына Погодин атындағы театрдың алдында тұрдым. Күндіз сол мезгілде бульдозер бұрынғы НКВД-ның ғимаратын сырып жатты. Соған қарап тұрдым дағы, шіркін-ай, мынау ғимараттың ішінде менің әкемді де тергеді ғой. Жаным қиналған. Енді осы арада бір ескерткіш болсайшы деп, жай өзімнің ойым болды. Ой келді маған. Сол ойды іске асыру үшін қалалық әкімдікке сол жерді сұрауды шештім. Бірақ ол сұрай бастап едім, ешкім құлақ аспады. Содан кейін қоғамдық память, қоғамдық құрдым. Сосын 3 кісі құрушы болдық. Содан кейін әрмен қарай мен қоғамдық қордың атынан хатта жаздым, өзім сол қордың бастығы ретінде. 4 рет хат жаздым Никандр ол кезде қалалық әкімдіктің бастығы. Жауап не жарайды, не жоқ деген жауап болған жоқ. Бір рет жазғанда жауапта адресі дағы өзгертіп жіберді. Мен сұраған жер емес, басқа бір жерді айтыпты. 5-ші хатты жазғаннан кейін орынбасары Глоба деген болды. Қол қояды ғой хатқа. Соған кіріп бардым дағы, жаным ашығаннан мен мынандай креслода отырғанда, сен жылаң бұт мына стөлдің астында жорғалап жүрдіңсің. Неге дұрыс жауап бермейсің сен? Деп кіжіңдеп жанына жетіп бардым. Мен енді қазір қол саламы деп ойладым екен. Жоқ, сіз отырыңыз, успокойтесь, біз жауап береміз деп мені шығарып салды. Бірақ жауап берген жоқ. Дұрыс жауап берген жоқ. Содан кейін мен облыстың әкімі болып істеген сол кезде Смирнов деген кісіге бардым.
Ол кісі мені дұрыс қарсы алып, дұрыс мәселемді шешіп, 4-ші жылға 10 миллион ақша бөлді, кәдімгідей. Ол енді қай жылдар? Бұл 3-ші жылы, М, 3-ші жылдың аяғы. Сол кезде бас архитекторға жерді бөлуге шешім шығар деді. Сол шешім де шықты, ақша да бөлінді, оған көзім жетті. Енді жыл аяғында Смирновты алып кетеді облыстан, оның орнына Мансұров келеді. Мансұров келіп, бас архитектормен қаланы аралап жүріп, соларға келеді. Қазіргі мемориал тұрған жерге. Мына арада не болады дейді. Соған архитектор айтады, бұл арада қуғын-сүргін құрбандарына ескерткіш орнатылады дейді. Жоқ, ескерткіш болмайды, бұл араға Наурызбанк үй салады дейді. Сол облыстық газеттің бірінші бетінде осы хабар шықты. Маған телефон шалады жолдастарым. Болады, анау жерімді алып қойды. Жоқ. Содан енді анда шабам, мында шабам. Облыс әкім айтқаннан кейін басқалары қозғалмайды. Сосын газеттерді қостым. Мақала жазып, хабарлап беріп, осылай деп жағдайды айтып. Соның біреуі Мансұровқа жетеді. Сосын меніған қабылдау бөлімінен звонок. Сіз сағат 3-ке Мансұровқа келіңіз. Бардым. Дұрыс қабағым түйген бойы отыр. Дұрыс қарсы алған жоқ. Сосын бұлай жылы нетіп, ымдады, отырыңыз деп. Сол отырдым дағы, сөйлеңіз деп, сосын айттым барлық жағдайымды. Дұрыс жауап жоқ. Сосын түрегелдім де жанына жетіп барып, айттым, сіз Москвадағы жоғарғы партия мектебін қай жылы бітірдіңіз? 76 ма? Жоқ, 79 деді. Ендеше сол мектепті 72-ші жылы мен үздік бағаменен бітірдім. Сіз оққан Мен мектеп сол болды. мектепті. Сол айтуым мұң екен, әлгі бүйірінен түртіп алғандай атып түрегеліп, екі қолын беріп, аға, саспаңыз, бұл мәселені өзім шешем деді. Сол айтқандай шешті. 5-ші жылы президент келуге тиісті дағы сайлаудың алдында облыста болуға. Сол Назарбаев келеді деп, әлгі құрылысқа бүкіл қалады жауып жіберді. Сөйтті дағы монумент қазіргі. Сол 75-ші жылы тік тұрды. Бір мәселе шешілді. Енді біраз уақыт өткеннен кейін мені неге шақырды? Астанаға жиналысқа, қуғын-сүргін құрбандары туралы бір жиналыс болып, соған шақырды. Содан бардым. Екінші рет шақырды. Екінші рет шақырғанда ал жерде ұзыннан салынған қабырға тұр екен. Ескерткіш қабырға. 700-ден артық халық жауларының әйелдерінің есімдері жазылған. Сонда ал жер дегеніңіз білесіздер ғой. Білем. Соларда отырған әйелдердің есімдері жазылған. Сосын қарап тұрдым-тұрдымдағы өсін біз Петропавлды неге жасамаймыз сосын дейді. Сондай ой келді сізге. Ой келді. Сосын карточкаға түсіріп алдым дағы, елге келдім. Елге келіп, қаланың әкімі, бұл Никандырып кеткен, екінші әкім, бір күні сағат 6-ға мені шақырады, кешкі. Бардым, барсам, имам, мешіттің, кім, архитектор София Елугабиевна, әкім өзі, мен бардым. Әшімбетов. Әшімбетов,
Сосын оның айтқаны мына ескі қоршауды ауыстыру керек деп ұсыныс жасады. Оны енді мен қолдаған болдым. Енді менің қолымда не бар? Әйтеуір ақсақалдармен келістік дегенге оғанда не керек қой. Сонан біткеннен кейін Зейнуге Бейманбаева айттым. Осы сен қай жердің? Елің қай жер? Бексейіт. Ой, өзім қарындасым екенсің ғой. Саған менің сауалым бар. Мынандай мен түсіріп әкелген кәтшікем бар. Ескерткіш қабырға салу менің де ойымда бар. Соған сен ескізін жасап бересің. Бірақ менде ақша жоқ. Тегін жасап бересің. Жарайды? Келісті, е? Келісті. Сосын жасап берді. Кешіктірмей. Енді оған құрылыс қой енді. Ұзындан ұзақ қандай. Енді көп ақы керек. Көп ақша керек. Оған проектный сметный документация керек. Ол жоқ. Ешкімнің планында жоқ. Сосын Калкова деген бастығы соған бардым. Баруға тура келді. Маған жігіттер айтты, ой, ол саған бір тиын да бермейді, бірақ қалады деді. Жоқ, енді сөйлесіп көрейін деп бардым. Бар бастай бастап едім. Біз бесплатно ештеңе де істемейміз деді. Соны енді бетім қайтқан жоқ. Отырдым, әңгімелестім, сырластым, ұйыттым. Соны келісті. Ақыры келісті. Келісті. Сосын 2 айдың ішінде жасап берді. Мен айттым, менде бір тиын ақша жоқ. Білесіздер, бәрін тегін істеу керек. Тегін істеп берді. Енді 2 бірдей документіміз бар. Жаныма тағы да 2 пенсионерді ертіп алып, Беляуттың несіне, қабылдауына бардым. Қабылдады, документтерді көрсеттім. Сөз айтқан жоқ. Екі тілде. Не деді? Қош деді. Маған сол қошы керек. Басқа не береді ол? Жоспарда ештеңе де жоқ. Бюджетте ештеңе де қаралмаған. Сонысын алдымдағы енді ақша жинау керек. Оны қайдан аламыз? Сонан облыс әкімдігі қолдады. Аудандарға хатшы бердік. Осындай құрылысқа ақша бөлуге көмектесіңдер деп. Олар сол аудандағы мекеме басшылары менен, кәсіпкерлер менен сөйлесіп, олар үгіттеп ақша жинауға бастады. Мен өзім қалада, облыстың нелеріне өзім кіріп сұрап, сонымен біраз ақша жиналды. Сонан кейін құрылысты бастадық. Құрылысты бастағаннан кейін ақша керек. Ол немене болады? Жиналған 9 миллион ба? Осын әрмен қарай сол қол созуменен өтті. Анаған барып сұрайым, мынаған барып сұрайым. Анда жіберем хат, мында жіберем хат. Енді әйтеуір Аллаға шүкір, бұрын облыста қызмет істедім, аудандарда қызмет істедім, мені көпшілік біледі. Беделіңізде бар ғой. Беделім бар. Сол бетімді қайтармай, в общем, құрылыс қысқаша айтқанда салып аяқталуға жақын. Енді аяқталды деген уақытта Ескендиров деген осында әкім болды облыстық. Ақша сұрасам жоқ. Ақша жоқ дейді. Көкшетаудан 900 адам. Көкшетаудан Ақмола облысынан 93 адамның тізімі келді. Бұрын біздің облыстың қарамағында болған, бізге ауысқан 4 аудан қайда. Солардың адамдары тағы да халық жауығулары бізге келді осыны кіргізуге. Енді ақша жоқ. Ал енді Ескендиров айтты, ақша жоқ деді. Ол ана ерік осында келіп, әкесінің 90 жылдығына ас берді. Ана неде, асханада. Ерік Нұрақаев па? Жоқ, Сұлтанов. Сосын кім Жақсылық Абдуллевич болды, мен болдым, Иман болды. Сосын Ескендиров болды. Сол барлығы ас бітті. Сосын тағы да сұрадым Ескендировтан, енді мұнадай ақша керек болып отыр.
Жоқ, болмайды деді. Ал сол кезде енді ол біткеннен кейін маған Сұлтанов несін берді, Визиткасы. визиткасын берді. Аға, любое время қандай вопрос болсын, маған звондап қатысуыңызға болады деп. Астанада онда қызмет істеді. Қолдады енді сізді. Иә. Ол білмейді әлі мұны. Жалпы на всякий случай бергені. Енді әкесімен жолдас болдым ғой мен. Әкесі главный бухгалтер болған, мен главный агроном болдым, 9 жасар жас бала. Сол мен айттым, қазір ертең неге барам, конференцияға барам, Астанаға, сосын сөйлесерміз дедім. Енді барғым келеді ғой, қайда жолыққым келеді ғой. Сол анда жиналыс өтті ол жерде. Кешке таман звондаймын. Ол Астанада деп жүрмін, жүр мен Петропавлдамын, онда не бітіріп жатсың? Мені облыс әкімі осы ойлады. Мен қуаныш секір. Ертең кабинетімде болам дедім. Жарайды. Ертеңіне бардым. Айттым, менің бірінші сұрағым саған сауалым. 3 миллион ақша керек. Мынау мені 10 метр жылжыту керек, мына стенаны. Соған 3 миллион ақша керек. Соған көмектесіңіз. Ол сразу кнопканы басып, қалалық әкіметке кеткен. Кеткен әкім қашып кетті ме, немене қылды? Қази Закарьянов. Соған айтты, 3 миллион ақша бөлесің, міне менде болатын аз отыр, счет аударасыңдар деп, сосын мына кім қазіргі менің бастығы мына нелердің депутаттардың бастығы қалай деп аталады? Мәжіліс төрағасы, сенатор. Мәжіліс ненің облыстық мәжіліс төрағасы. Мәслихаттың төрағасы Убенко. Сол онда орынбасар кімде? Сұлтановта. Соған айтты, сен контрольде боласың, мынадай ақша бөлінеді, соған сен қарап отырды. Сонымен не керек? 1,5 миллион ақша аударды дағы, ана кетіп қалды. Жаңағы әкім, қаланың әкімі, бұрынғы. Закарьянов. Енді келесі әкім Әшімбетов. Ол қалған 1,5 миллионды ол төледі. В общем, құрылыс салды. Жақсы. Енді осы ашаршылық пен қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіште 8 мыңға жуық адамның есімі жазылған ескерсек, зобалаң жылдары зардап шеккендер туралы мәліметті табу сіздерге қиындық тудырған жоқ па? Осы қиындық қайдан осы ақпараттарды алдыңыз? Аса қиындық болды деп айта алмаймын. Өйткені біз негізгі айттым ғой жаңа, 2 томдық біз справочник шығарғанымызда. КГБ-ның несін, КНБ-ның көмегіменен. Негізінен списокты сол КНБ-дан алдық. Сосын сол 2 томдықтан алып, мұнда сосын қосымша тағы да өзіміз жинағанымызда. Толтырдыңыздар енді. Иә, толтырдық. Соныменен 7600 кісінің есімі жазылды. Қосымша тағы. Иә, сол. Енді ол оңайға түсті деп айта алмаймын. Енді еңбек етуге тура келді. Дегенменен жиналды. Артынан енді мұны көргендер, менің атам қалып қойыпты, менің де бір туысым бар еді дегендер болды. Олар мен документтерімді әкеліңдер, қарап, дұрыс болса тексеріп,
қостық. Енді бұл үлкен жанкешті еңбек қой енді. Өзіңіз осы төрағалық ететін память қоғамдық қорының осы уақыт ішінде атқарған игі істерінің кейбіреуіне тоқталып өтсеңіз. Игі істер болғанда бұл мемориалды салу өте қиынға түсті. Оның ең қиынлығы қаражат. Ешбір бюджеттік қаражат жоқ. Барлығы жоспарда болмаған ғой енді. жинап алатын дүние. Оның енді документтерінде жасаттық, бірақ қаражатты алу үшін енді қалай деп айтсам екен, қақпаған есігім жоқ, телефон салмаған үйім жоқ. Енді жаңада айттым ғой, мен әйтеуір бұрынғы қызметтерімнен мені білетіндер көп ол кезде қолдады. Сосын халыққа хабар тигеннен кейін біреудің атасы, біреудің нағашысы сол саяси қуғын-сүргін құрбандарының арасында олардағы өз беттерімен келіп қаражат бергендер де бар. Соныменен енді айттым ғой, анау жердің алуына өзі қанша әлектендік, одан кейін қаражат жинау, құрылыс салу деген енді ақша болса қиыншылық болған жоқ. Мынау ескерткіш қабырғадан басқа аштықтан өлгендерге арналған, сосын мынау депортацияға арналған, соңғы осы 2 жыл болды, Арал теңізінің маңайына сотсыз, тергеусіз айдап жүрген байлардың есіміне арналған 3 ескерткіш, қабырға ескерткіш 4, монумент 5, 5 бірдей ескерткіш бір мемориалдың ішінде. Бұл енді үлкен, өзің айтқандай жеңіс. Мұны облыстың, республикадағы облыстар арасында бірінші және жалғыз біздің облыс. Енді мен 7 облыста болдым. Оларда әртүрлі нелері бар, элементтері бар. Бірақ мынандай үлкен комплекс емес шығар. Жоқ, комплекс жоқ. Енді оны мақтан етіп, еңбегімізді мақтан етуге болады, өйткені жалғыз менің еңбегім емес, қоғам қолдады, облыстық әкімдікте қолдады. Енді ел болып салдық. Бұл енді келесі ұрпақтарға үлкен ескерткіш. Жерлестердің, ұрпақтарының алғысы сізге шексіз. Әлде естіп атамыз. Бұл өте үлкен сіздің еңбегіңіз. Алдағы уақытта да сізге денсаулығыңыз мықты болып, осы қажыр қайратыңыздан талмаңыз. Енді біздің осы әлеуметтік желілерін пайдаланушы оқырмандарға тағы да айтып өтейін. Болат ағаның осы саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған бірнеше кітаптары шыққан. Ол енді мына көз алдарыңызда ақталған есімдер деп аталады. Бұл алғашында шыққан 2 тілде «Возвращенные имена» деп аталады бұл кітап. Одан басқа тағы да екінші кітап бізде мына жерге әкелмеппін, атын қарай қой. Есімдері мәңгілік есте, Вековечный деген, памятник. Ол кітап 2-ші рет шыққан. Одан басқа «Зарлы заман зардабы» деп аталатын 3-ші саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған кітап ағамыздың. Одан басқа мінекей «Үзілмес үміт» деп аталатын кітап. Бұнда енді қосымша осы саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған поэмалары, сол тақырыптағы өлеңдері және басқа да осы жырлары енген бұл кітапқа. «Үзілмес үміт» деп аталады. Енді келесі кітап бұл мемориал. Әлгінде де айтып кетті. Біздегі үлкен
комплекс осы сол жайындағы мынау кітап мемориал. Енді Болат ағамыз Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, ақын деп айттық, мана сонымен қатар память қоғамдық қорының төрағасы, ол жөнінде жұмыс жөнінде айтып кетті. Ағамыз сонымен қатар біздің облысымызға ғана емес, республикаға белгілі ақын. Ағамыздың алғашқы жыр жинағы дала жыры деп аталады. Одан басқа ауыл жыры деп аталатын келесі жинағы шыққан. Бұлар енді тоқталмай-ақ жай көрсетіп кетейін. Үшінші жинағы өмір жыры деп аталады. Төртіншісі көңіл сыры деп аталады. Тақырыптарының өзі сондай тамаша, лирикалық. Енді соңғы кезге қарай шығарған ағамыздың жыр жинағы қарт сыры деп аталады. Ағамыздың 5-ші кітабы, соңғы мінекей 6-шы кітап, енді алдағы уақытта да тағы шығады деп ойлаймыз. Өмір белестері деп аталатын кітабы. Аға, сізге де әлден шығармашылық табыс тілейміз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Барлық осы назар қойып тыңдаған оқырмандарға, әлеуметтік желілерін пайдаланушылардың бәріне алғысымызды айтамыз. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.